Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 98-ші сабағымызды бастаймыз. Текше, тік бұрышты параллелепипед. Дизайн. Сен фигуралардың жазбасын әзірлейсің, моделін жинайсың және орналасуындағы өзгерістерді түсіндіресің. Бірінші есеп. Текшенің жақтарына жазылған сөзді таңда. Текше мен тік бұрышты параллелепипед, шаршы және тік төртбұрыш жайында сұрақтар қой. Текше деп барлық өлшемдері тең тік бұрышты параллелепипедті айтады. Текшенің жақтары бір-біріне тең 6 шаршыдан тұрады. Егер текшенің қабырғасының ұзындығын А деп белгілесек, онда бір жағының ауданы S тең болады А квадрат болады. Біз енді осы текше туралы, шаршы туралы немесе тік төртбұрыш туралы сұрақ қоюымыз керек. Мысалы қараңыздар, текшенің жақтары бір-біріне тең бола ма? Деп жауап береміз. Келесі, тік бұрышты параллелепипедтің неше қыры бар? 12 қыры бар. Үшінші сұрақ, шаршының периметрін табу формуласы қандай? Ол бізде P тең болады 4 көбейтілген А. Тік төртбұрыштың неше қабырғасы бар? Жауабы 4. Екінші есеп, А нұсқасы. Фигуралардың қайсысы текшенің тік бұрышты параллелепипедтің жақтары болып табылады? Қазір бізде шаршы берілген, онда текшенің жағы болып табылады. Ал тік төртбұрыш онда тік бұрышты параллелепипедтің жағы болып табылады. Олай болса, текшенің жақтары шаршы болады. Тік бұрышты параллелепипедтің ені бойынша бүйір жақтары шаршы, төбесі мен ұзындығы бойынша жақтары тік төртбұрыш болады. А нұсқасы. Мына қораптың бүйір жағын ауданын есепте. Қорапты қаптау үшін қанша қағаз керек екенін тап. Қараңыздар, бізде ұзындығы 8 метр, ені 4 метр, биіктігі 2 метрге тең. Солай жазып қоямыз. Мінекей. Енді біздер бүйір жағын ауданын табуымыз керек және толық қаптау үшін қанша қағаз керек екенін табуымыз керек. Ұзындығы мен биіктігін көбейтеміз, оны 2-ге көбейтеміз. Себебі бізде ұзындығы бойынша 2 бүйір жағы бар. Енді ені бойынша тағы 2 бүйір жағы бар. Ені мен биіктігін көбейтіп, оны тағы да 2-ге көбейтеміз. Енді осы формула бойынша шығарайық. Қараңыздар, бізде ұзындығы мен биіктігін көбейтеміз. 8, 2, 16. Бізде онда 2 жақ бар, сондықтан оны 2-ге көбейтеміз, ол бізде 32 шығады. Келесі, ені мен биіктігін көбейтеміз. 4, 2, 8. 2 жағы болғандықтан 2-ге көбейтеміз, ол бізде 16 шығады. Қосқанда 48 метр квадрат. Яғни бізде бүйір жақтарының ауданы 48 метр квадратқа тең. Енді біздер толық ауданын табайық. Толық бетін ауданын табайық. Ол үшін біздер бірінші ұзындығы мен енін көбейтеміз, оны 2-ге көбейтеміз. Одан кейін ені мен биіктігін көбейтіп, оны 2-ге көбейтеміз және ұзындығы мен биіктігін көбейтіп, оны 2-ге көбейтеміз. Осының барлығын есептеген кезде бізде 112 метр квадрат шығады. Жауабы қораптың бүйір жағының ауданы 48 метр квадрат. Қорапты қаптау үшін 112 метр квадрат қағаз керек. Бұл нұсқасы. Таспаны күлтелемей қорапты 2 мәрте айналдыра байлау керек. Ол үшін қанша метр таспа қажет болады? Бір рет байлаймыз, мінекей бір рет. Сосын тағы да бұлай екінші жағынан тағы бір рет байлаймыз. Сосын бізде қараңыздар, бір жағы 10 сантиметрге тең. Бізде 4 жағы болғандықтан 4-ге көбейтеміз, 40 сантиметр шығады. Бір рет байлаған кезде 40 сантиметр болады. Екінші рет байлаған кезде 40 сантиметр болады. Барлығын қосқан кезде бізде 80 сантиметр шығады. Жауабы ол үшін 80 сантиметр таспа қажет болады. Бөлменің ұзындығы 8 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Осы бөлменің еденінің ауданын тап. Бөлме қабырғалары бетінің ауданын есепте. Бөлмеде терезе ұзындығы 2 метр және ені 2 метр, мен есік ұзындығы 2 метр және 1 метр бар. Екендігін есепке алуды ұмытпа. Еден ауданын табу үшін біздер 8-5-ге көбейтеміз, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз, ол бізде 40 метр квадрат шығады. Одан кейін терезенің ауданын табайық. Ол үшін 2-ні 2-ге көбейтеміз. Ол бізде 4 метр квадрат болады. Есіктің ауданын табу үшін 2-ні 1-ге көбейтеміз, ол бізде 2 метр квадрат шығады. Бүйір жағының ауданын табайық. Ұзындығы мен биіктігін көбейтеміз, оны 2-ге көбейтеміз, 2 жағы болғандықтан. Одан кейін ені мен биіктігін көбейтеміз, оны 2-ге көбейтеміз. Осының барлығын есептеген кезде бізде 78 метр квадрат шығады. Яғни жалпы бүйір жағының ауданы 78 метр квадрат. Ол бүйір жағының ауданынан біздер мына терезенің ауданын және есіктің ауданын азайтып тастауымыз керек. Сосын бізде 72 метр квадрат шығады. Олай болса жауабы осы бөлменің еденінің ауданы 40 метр квадрат. Бөлме қабырғалары бетінің ауданы 72 метр квадрат. Төртінші есеп, А нұсқасы. Дизайнер сыйлық салу үшін текше пішінді қорап әзірледі. Оған үлгі жасауға көмектес. Қорапты өз талғамына қарай сәнде. Қараңыздар, егер бізге сыйлық жасау керек болатын болса, бізде дәл осылай қиып аламыз. Одан кейін мына шеткі жақтарын қайырамыз, мінекей шеткі жақтарын қайырып, оларды желімдеу арқылы біздер текше жасай аламыз. Текшені жасап болғаннан кейін, қорап жасап болғаннан кейін біздер жан жақтарына әртүрлі сурет салу арқылы оны сәндейміз. А нұсқасы. Қай қораптың жазбасы берілген? Ол бізде Б нұсқасы болады. Себебі қараңыздар, бізде жоғары жағында 5 тұр, мінекей. Жоғары жағында 5. Одан кейін алдында 4 тұр, мінекей 4.
Одан кейін 10 жақ жағында 1 тұр мінекей. Сондықтан да бізде бұл есепте Б нұсқасындағы қораптың жазбасы берілген. 5-ші есеп, ойнайық. Бір текшені лақтыр, түскен санға көбейт. Қалай тиімді есептеуге болады? Бізде осы текшені лақтырған кезде бізде 1-ден басып 6-ға дейін сан түсуі мүмкін. Сондықтан да 1-ден басып 6-ға дейін жеке-жеке көбейтіп шықтық. 50-ге 40 қосқанда 90 болады. Оны 1-ге көбейткенде 90 шығады. Келесі, 50-ге 40 қосқанда 90 болады, оны 2-ге өтеміз. 90-ды 2-ге өткенде 180 шығады. Одан кейін 90-ды 3-ге өткенде 270 шығады. 90-ды 4-ге өткенде 360-ға тең болады. 90-ды 5-ге өткенде 450 шығады. 90-ды 6-ға өткенде 540 шығады. 6-ші есеп. Дизайнер сыйлық салу үшін тік бұрышты параллелепипед пішінді қорап әзірледі. Оған үлгісін жасауға көмектес. Өз талғамына қарай қорапты безендір. Қораптың жазбасын немесе әлде қайда тез жасалатын тәсілін пайдалануына болады. Мұқият қарап ал. Осындай қораптың жасалу алгоритмін сипаттап жаз. Мінекей, осы қорапты қалай жасау керектігін енді жазатын боламыз. Бірінші, біздер қораптың жазбасын сызып аламыз және оны қиямыз. Мінекей, бірінші суретте көрсетілген. Ары қарай, екінші, қораптың сызылған сызықтары бойынша бүктеп дайындаймыз. Мінекей, оларды біздер бүктеп осылай дайындап аламыз. Одан кейін үшіншісі, біздер енді ұзындығы бойынша бүйір жақтарын бүктейміз. Мінекей, ұзын жақтарын бүктейміз. Одан кейін ені бойынша бүйір жақтарын бүктейміз. Және 5-ші қадам бізде қорап дайын болды. 7-ші есеп. Астыңғы текшенің қабырғасы 6 см. Оның үстіне қойған әрбір текшенің қабырғалары 1 см-ге кем отырады. Онда ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығын тап. Қараңыздар, біздер астындағы текшенің қабырғасы 6 см. Оның үстіндегі қызылдығы 5 болады. Оның үстіне сары 4 болады. Одан кейін 3, ең үстіндегі көк, ода 2 болады. Осылай бірге азая береді. Сонда деген 4 рет азайды. Сондықтан да 1 см-ден 4-ге 1 см-ден 4 рет азайтқандықтан біздер 1-де 4-ге өтеміз. Содан кейін 6-тан 4 азайтқанда бізде 2 шығады. Олай болса жауабы ең үстіндегі текшенің қабырғасының ұзындығы 2 см-ге тең. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап. Бізде азайғыш және азайтқыш беріледі. Біздер айырманың мәнін табуымыз керек. Мысалы, 300 азайтылған 32 көбейтілген 3. 32-ні 3-ге өткенде 96 болады. 300-ден 96-ны азайтамыз, ол бізде 204-ге тең болады. Келесі, 780 азайтылған 156 көбейтілген 4. 156-ны 4-ге көбейтеміз, ол бізде 624 болады. 780-нен 624 азайтқанда 156 шығады. 45 қосылған 765 азайтылған 205. 730 азайтылған 32 қосылған 460. 32-ге 460 қосқанда 492 болады. 730-дан 492-ні азайтамыз, ол бізде 238-ге тең болады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.